Біз әуезов жастары мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Таза Қазақстан экологиялық 5 аптасына қарай ұйымдастырылған акциясының алғашқы аптасы Таза өлке акциясына байланысты әуезов жастары болып, белсенді студенттер болып, университетіміздің саябағында тазалық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біз білеміз, ауылына қарап азаматын таны деген. Біздің қоршаған ортамыз, біздің қаламыз көркейіп гүлденетін болса, ол біздің және сіздің белсенді еңбек нәтижелеріңіздің арқасында. Дәл осы қоршаған ортаны ұйымдастыру барысында, қоршаған ортаны тазарту барысында бізбен сіздің міндетіміз, мақсатымыз, мүддеміз бір. Яғни таза қалада өмір сүру, табиғаты тамаша, көрнекті Шымкент қаласын қалыптастыру. Дәл осы акцияға орай қазіргі таңда жаңа айтып өткендей біздің әуезов жастары, белсенділеріміз, студенттік белсенділеріміз дәл осы тазалық жұмыстарын жүргізіп, қаламыздың көркеюіне атсалысып жатыр. Жаңа Қазақстан, таза Шымкент.